Hello everyone, сәлем баршаңызға. Өткен сабақта қонақүйге қатысты сөздермен танысқан болатынбыз. Сілтемесін жоғарыда қалдырамын. Қарап шығыңыздар, себебі сол сөздер қазіргі сөйлемдерде кездеседі. Сабақта пайдалы болатын ең керекті фразаларды үйренеміз. Бұл сөйлемдерді меңгеріп алғаннан кейін қонақүйде ағылшынша сенімді сөйлейтініңізге сенімдімін. Let's get started. I need a hotel not far from the town center. I need a hotel not far from the town center. Маған қала орталығынан алыс емес жерде қонақ үй керек. Not far from дегеніміз алыс емес деген мағынаны білдіреді. Ал егер бізге қажет деп айтатын болсақ, онда We need a hotel not far from the town center. I have reserved a room beforehand. I have reserved a room beforehand. Мен бөлмені алдын ала брондадым. Beforehand алдын ала деп аударылады. Here is my passport. Here is my passport. Міне менің төлқұжатым. I would like to receive a... Мен алайын деп едім. Көп нүктенің орнына қандай бөлме алғыңыз келгенін айтамыз. I would like to receive a single room. Мен бір орынды бөлме алайын деп едім. I would like to receive a double room. Мен екі орынды бөлме алайын деп едім. I would like to receive a suite. Мен люкс бөлме алайын деп едім. I would like to receive a room with a balcony. Мен балконы бар бөлме алайын деп едім. I would like to receive a room with a view. Мысалы, the sea деп айтсақ болады. Room with a view of the sea. Теңізге қарайтын бөлмені алайын деп едім. I would like to receive a room on one of the top floors. Жоғарғы қабаттардың біріндегі бөлмені алайын деп едім. Top floor, жоғарғы қабат. I'll stay here for... Мен осында қаламын, яғни көп нүктенің орнына қанша уақытқа қалатынымызды айтамыз. I'll stay here for a day. Мен бір күнге қаламын. I'll stay here for some days. Мен бірнеше күнге қаламын. I'll stay here for 2 weeks. Мен 2 аптаға қаламын. Мына уақытты өзгертсек те болады. Мысалы, I'll stay here for 7 days. Мен 7 күнге қаламын. I'll stay here for 3 weeks. Мен 3 аптаға қаламын. Is there a in the room? Бөлмеде бар ма? Яғни көп нүктенің орнына не бар ма деп сұрағымыз келеді, соны қоямыз. Мысалы, is there an air conditioner in the room? Бөлмеде кондиционер бар ма? Is there a safe in the room? Бөлмеде сейф бар ма? Сосын bath, ванна, toilet, дәретхана, телефон, TV, теледидар, refrigerator, тоңазытқыш. How much is the room? Бөлме қанша тұрады? How much, қанша деген мағынаны білдіреді. Басқа да нәрселердің бағасын сұрағымыз келсе, how much деп бастасақ болады. Мысалы, how much is ice cream? Балмұздақ қанша тұрады? Is breakfast included? Is breakfast included? Таңғы ас қосылған ба? When is breakfast served? When is breakfast served? Таңғы ас қашан беріледі? Where is the lift? Where is the lift? Лифт қайда? Where is дегеніміз қайда деп аударылады. The lift-тің орнына басқа сөз қойсақ болады. Мысалы, where is the swimming pool? Бассейн қайда? Can I look at the room? Can I look at the room? Бөлмені қарауға болады ма? I don't like the room. I don't like the room. Маған бөлме ұнамайды. It is too here. Бұл жерде тым. Көп нүктенің орнына мына сөздерді қоямыз. It's too noisy here. Бұл жерде тым шулы. It's too dark here. Бұл жер тым қараңғы. It's too close here. Бұл жер тым жабық. Sorry, it doesn't suit me. Sorry, it doesn't suit me. Кешіріңіз, бұл бөлме маған сай келмейді. Have you anything better? Одан жақсылауы бар ма? Have you anything larger? Одан кеңдеуі бар ма? Have you anything cheaper? Одан арзандауы бар ма?
This room suits me perfectly well. This room suits me perfectly well. Мына бөлме әбден келіседі, әбден ұнайды. What is the check-out time? What is the check-out time? Шығу уақыты нешеде? Do I pay in advance or on departure? Алдын ала төлеймін бе, әлде кететін кезде ме? In advance алдын ала деп аударылса, on departure кететін кезде. Is there air in the hotel? Қонақүйде бар ма? Мысалы, is there a left luggage office in the hotel? Қонақүйде жүкті сақтау кеңсесі бар ма? Is there a fitness hall in the hotel? Қонақүйде фитнес зал бар ма? Is there a swimming pool in the hotel? Қонақүйде бассейн бар ма? Is there a sauna in the hotel? Қонақүйде сауна бар ма? Is there a tennis court in the hotel? Қонақүйде теннис алаңы бар ма? Is there a massage room in the hotel? Қонақүйде массаж бөлмесі бар ма? Where can I park my car? Көлігімді қайда тұрақтауға болады? Where can I exchange currency? Қайда валютаны айырбастауға болады? Where can I rent a car? Where can I rent a car? Көлікті қайда жалға алуға болады? Please take my luggage to my room. Please take my luggage to my room. Жүгімді бөлмеме апарыңызшы. I will take this suitcase myself. Мына чемоданды өзім апарамын. I will take this bag myself. Мына сөмкені өзім апарамын. Myself өзім деген мағынаны білдіреді. Егер сіз өзіңіз сөмкені апаратын болсаңыз бөлмеге, осы фразаны айтсаңыз болады. Give me please the key to my room. Маған бөлменің кілтін беріңізші. Give me please one more towel. Маған тағы бір сүлгі беріңізші. Give me one more pillow, please. Маған тағы бір жастық беріңізші. Give me two more hangers, please. Маған тағы екі ілгіш беріңізші. Can I ask you to bring my breakfast to the room? Can I ask you to bring my breakfast to the room? Таңғы асымды бөлмеге әкеле аласыз ба? I want to order supper for 3 to my room. I want to order supper for 3 to my room. Бөлмеме 3 адамға кешкі асқа тапсырыс берейін деп едім. Order деген тапсырыс беру. Who is there? Who is there? Кім бұл? Егер есікті біреу тықылдатса, ағылшынша who is there деп сұраймыз. Come in. Кіріңіз. Wait a minute, please. Wait a minute, please. 1 минут күте тұрыңыз. Change a towel, please. Сүлгіні ауыстырыңызшы. Change bed linen, please. Change bed linen, please. Төсек орындысын ауыстырыңызшы. Өтініш. I have forgotten the key in my room. I have forgotten the key in my room. Кілтті бөлмемде ұмытып кетіппін. Forget деген ұмыту, бірақ бізде мұнда present perfect жағында тұрғандықтан forgotten деп ауысады.